Елім аман жұртым тыныш дегенмен, болмай тұр ғой отан толық егемен. Жерім байтақ ұлтым қазақ дегенмен, жалдамалы пәтер іздеймін негемен. Сайратсаң тілді бұқара базнасы аз емес. Десе де, нарықта хаос тудырып, алаяқтық әрекеттерге барып, баспанасыздарды тығырыққа тірегендер де өз ішімізден шыққандар. Әлгі алдау, арбау дегеннің құрығында жүргендер өз қандас бауырлары екенін түсінер емес. Бірі тоңып секірет, бірі тойып секіретін кейпі. 15-30 мың теңге көлемінде кепілақыны қалтасына бастырып, содан соң бас қатырып әлек болмайтын риэлторларды бақылау мүмкін болмай тұр. Алдымен келісім шарт жасасады, кейін 3-4 пәтердің суреттерін жібереді. Бірақ үй ішін қарауға барған уақытта сіздің алдыңыздағы адам алып кеттінің құрбаны болып жатады. Пәтер таңдаудың да өз машақаты бар. Кейде пәтерді көріп, ақшасын бергеннен соң, ол пәтердің жалға берілмейтіні белгілі болып, клиенттің тақырға отырып қалған кезі де кездеседі. Ал кейде пәтердің жай-күйі делдал айтқан сипатқа сай болмай жататын жайттарда жиі болады. Асылында не үйде жоқ, не ақша да жоқ. Оны кімдер қадағалайды, кім жауапты? Мемлекеттің өзінің қадағалайтын бір қызмет түрлері бар. Ал бұл қадағалайтын қызмет түріне жатпайды. Көп қадағалау, неге қадағаламайды деп айқайлап ұрсуыңыз мүмкін мысалға. Көп қадағалау бақылауға алып келеді. Ал көп бақылау тоталитаризмге алып келеді. Совет үкіметінен қайтып ораламыз. Сондықтан мынау өзара біздің келісім шарттарды келісім шарт жасап қойсаңыз, тіпті заңның өзі оған араласа алмайды. Өйткені заңдарда бүйтіп жазылған, азаматтық кодексте. Осылай шешіледі, егер де тараптар өзгеше көздемесе. Ал өзгеше көздеп қойса, солай шешіледі. Мен тек көздемеген жағдайда ғана араласамын. Бұл азаматтық құқықтық шарт. Ал енді басқа қылмыстық әкімшілік болатын болса, онда мемлекет араласады. Ал бұл жерде қылмысқа қай кезде араласады? Адамдар алаяқтық алдап кеткен кезден бастап араласады. Ал әкімшілік те осы кезден бастап араласады. Ал оған дейін сіз өзіңіз бекем болуыңыз керек. Басқа біреуді ұры санамауыңыз керек, алаяқ санамауыңыз керек. Ол үшін өзіңіздің қақыларыңызды, міндеттеріңізді жақсы біліп, талап ете алуыңыз керек. Сол кезде ғана сан соғып қалмайсыз. Осыны мемлекет араласып реттеймін десе, бұл монополияға алып келеді, мемлекеттік монополияға. А мемлекеттік монополиясы бар, бізде өзі азғантай сфера бар, азғантай бір-екі сала бар. Соның біреуі электр сарығын монополияға алып отыр, мемлекет бақылайды да. Монополист қой енді электр. Ал оның өзіндері өсіріп жатыр ғой, солай ма? Ойбай, ана жерде баға қымбаттап кетті, бүйті сөйті деп. А мынау өзара адамдардың арасында қарым-қатынас болғандықтан бұны реттей алмайды. Бұл тек қана сұраныс пен ұсыныспен реттеледі. Ал сұраныс пен ұсыныстың әңгімесі бұл экономикалық нарықтық қатынас. Ал нарықтық қатынас, яғни сұраныс көбейіп кетіп, ұсыныс азайып кетсе, мемлекет мүмкін араласып жәрдемдесуі мүмкін. Тек ұсынысты ғана реттеуге. Тек арасындағы адамдардың сен осынша баға қоясың деп. Бізде болды ғой баяғыда әкімдер шығып алып, помидор 500 теңге болып кетті, неге 200 теңге қоймайсың деп. Ал өзі 400 теңге сатып алса, ол 500 теңгеге қалай 200 теңгеге қалай сатады? Өзіне өзі убыток, өзіне өзі шығын әкеліп. Сол сияқты бұны күшпен реттеу деген баяғы Совет үкіметінде қалған. Ондай әңгімені қою керек. Мемлекет тек нарықтық қатынас субъекттеріне жәрдемдесуі мүмкін. Болды. Басқа нәрсемен реттеу, бақылау мүмкін емес.